Шығыс ғалымдарының айтуынша, мәңгі сұлулықтың құпиясы ыстық суда. Таңертең аш қарынға бір стакан ыстық су ішкен адамның өмірі 10 жылға ұзаратынына Тибет дәрігерлері сенімді. Қытайда балаларға кішкентай кезінен тамақтың алдында жылы су ішкізіп отырған. Кафе-ресторандарда тапсырысты әкелмей тұрып, ыстық су әкеліп қояды екен. Аюрведаның айтуынша, оянғаннан соң ішкен ыстық су жоғары давлениеден, анемиядан, семіздіктен, артриттен және тағы да басқа аурулардан айықтыруға көмегі тиеді екен. Ешқашан салқын су ішпеңіз. Салқын судан ағза оянбайды. Керісінше шок алады. Ыстық судың арқасында қан тазарып, асқазанның жұмыс істеу қабілеті, зат алмасу процесі артады. Күн сайын үзбей қолданудың арқасында тегіс бет терісі, артық салмақтан арылуға болады. Ыстық суды ішу тәртібі. Оянған сәттен бастап, суды ысытып, ағзадан аз-аздан ұрттап, ақырын ішіңіз. Содан кейін таңғы ас ішуге асықпаңыз. 20-30 минут өткеннен соң таңғы асқа отырсаңыз болады. Дендеріңіз сау болсын. Күнде таңертең ыстық су ішуді әдетке айналдырғаныңыз жақсы болады. 21 күн қатарынан қолдансаңыз, бұл сіздің өмір бойы әдетіңіз болып қалыптасады.